Hoş gördük біздің тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Біз біраз уақыттан бері арнамызға видео жүктей алмай қалдық. Түрлі себептерменен біз бүгін міне сіздерге керемет малдың қойдың басы менен палау жасадық. Соны көрсетеміз. Өте дәмді шықты. Ал ендеше кеттік. Міне басты осылай шағын ажыратамыз қазір. Шағын ажыратып алғаннан соң бұның мойнында бездерін тазалаймыз. Құлағының астында, мойнында, өңештің айналасында. Сонан соң тісін қағамыз. Міне мынау көрдіңіздер ғой, үстіңгі жақтың тісін қағамыз. Міне бәрін тазалап болғаннан соң судың астына салып, құс-құс деп жынын ағызып, міне қазанға саламыз. Міне бас қазанда 3 сағаттай қайнады. Міне енді басты алып, міне шетке қоямыз. Сонан соң міне сәбіз, мынау кәдімгі сары сәбіз. Осы сары сәбіздің адамның денсаулығына пайдалығы, бұл адамның бауырын, өттің толмауын қадағалайды екен. Ақшыл сары сәбіз, бұл енді көбіне біз ысырдың заманында туған адамбыз ғой. Бұны ассимиляция болған кезде, әсіресе қой қашырым болғанда, үлкен қошқаларға осы сәбізді беретіндігін. Өйткені ер адамның белсенділігін арттырып, қуатын молайтады. Міне сәбізді осылай әбден жуып тазалағасын. Екі сәбіздің де адамның ағзасына өте пайдалы. Сондықтан екеуінде салуды жөн көрдім. Мынау шек қарынды тазалап, әрі мынау шек жолдарын жүруіне, жақсы жүруіне бұл өте көмегі зор. Міне мен үлкендеу болып тураймын, себебі майда қылып жіберсеңіздер, біреулер теркіден өтіп жатады, ол болмайды. Майдан қатты қызған кезде ол жоқ болып кетеді. Сондықтан үлкендеу болып, ыдыстың көлеміне қарай. Ыдыс онша үлкен болмаса, енді көптігіне қарай, көбірек, аз болса азырақ. Міне осылай қазанға салып, жақсылап қуырасыздар сәбізді. Сәбізді әбден қуырып болғаннан соң, үстіне пияз қосамын мен. Бір бас пияз жетеді. Енді біреулер екеу қосуы мүмкін, мен чеснок салынатын болғаннан соң бір бас қостым. Мені осылай қозғайсыздар, түрлі өзі қазір көп қой. Кәкпірлер бар неше түрлі. Осылай қозғап, байқап отырасыздар. Кейін басқан кезде сәбіз бөлінсе дайын болғаны. Мені күрішті әппақ қылып осылай тазалап жуасыздар, ішінде тасын тазалайсыздар. Ақталған күріш ағын әбден ағызып жібересіздер суға. Сонан соң мені мынау басты салдым, және чеснок қойдым қасына, сарымсақ. Бұл сарымсақ адамның денсаулығына өте пайдалы, және бастың иісін кетіреді. Қазір палау дайын болды, қандай керемет шашылып түсті палау. Міне басты ішінен шығарғалы жатырмыз қазір. Не деген керемет, бір асап тұрып жегіңіз келіп кетеді. Міне қазір басты жарамыз палаудың ішінен. Міне керемет. Тамаша болып, күріштері шашылып шықты. Керемет тамаша. Міне басты шығардық. Міне басты шығарып қазір бөлеге тысқа қоямыз. Міне қандай керемет. Пышақтың жүзі түйсе үзіліп кетіп жатыр. Қолмен де тартсаңыз да ұрады. Мен өзім ыстық кезінде жеген жақсы көремін. Ыстық кезінде жеп отырмын. Мұздақ болғаннан кейін онша дәмі болмай қалады. Ыстық күйінде кәдімгі құлағынан, құйқаларынан тартып жеп. Бұл енді басты тастамаңыздар. Баста өте витамин көп болады. Бұрыннан бағыз атам, қазақ атам бағызы. Осы басты неге қарияларға берген? Бастың сондай адам ағзасына 100% пайдалы болған соң, міне сарымсақ шығарды, чеснок. Бұл да өте адам ағзасына пайдалы. Ешқандай вирус келмейді, адамның шегін тазалайды деген сияқты өте пайдалы. Қазір енді палауды саламыз. Мен алдарыңызда көріп тұрсыздар, шашылып әдемі палау болып тұр. Енді әркім қалағанына қарай ғой. Біреулер көбірек езілдіреді, біреулер қаттырақ қылып жейді. Енді ол қойғаныңызға қарай. Егер көбірек қойсаңыз, күріш сәл езіліп шығады. Азырақ қойсаңыз, отты қаттырақ қойып, қатты болады. Міне қандай керемет дәмді. Жедім басы. Ал қымбатты қазақ елі, міне осыны жасап көрем десеңіздер, үйде жасап көрулеріңізге болады. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі видеоны салғанша сау саламатта болыңыздар.